Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Күллі әлемдерді жоқтан бар етіп жаратқан, жаратылыстың ішінде сіздер мен біздерді ең абзал етіп, адам баласы етіп жаратқан, адам балдарының ішінде мұсылмандардан етіп, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен етіп жаратқан Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар, мадақтар болғай. Оның сүйікті елшісі, пайғамбарлардың имамы Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға, ол кісінің отбасына, сахабаларына Алла Тағаланың салауатымен сәлем болсын. Қиямет күніне дейін ізінен ерген сіздер мен біздерге Алла Тағаланың мейірімі болғай. Бүгінгі қозғар тақырыбымыз құлшылықтарға берілетін сыйлар. Бұл кең ауқымдағы тақырып. Алла субханаху ва тағала бізге бұйырған құлшылықтарында құлшынып жасау үшін әрқайсына ерекше бір сыйлар уәде етті. Негізінде Алла Тағала бұйырған бұйрығын есесіне ештеңе бермесе де, берем деп уәде бермесе де, біз орындауға тиіс едік. Алайда адам баласының табиғаты бала күнінен басталып, бір нәрсе берем десең қызыға түсетін, айтқаныңды орындай түсетін адам баласының табиғатын ескере отырып, Алла субханаху ва тағала істеген құлшылықтың өзіне есесін сайын берем деді. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах сөзін алып қарайтын болсақ, Алла субханаху ва тағала егер де 7 қабат аспан, дәл сол секілді 7 қабат жердің өзі, ондағы нәрселер, оның ішіндегілер, оның астындағылар, ойлап қараңызшы, қаншама қазба байлықтар бар, қаншама мал мүлік дүниелер бар. Тек қана жер мен бірінші аспанның ортасында Алла Тағала 7 қабат аспанның барлығын біріктіріп отырып, және де жер, ондағы, оның ішіндегі, оның астындағы барлығын біріктіріп, таразының бір шетіне қоятын болса, екінші шетіне ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллахны қоятын болса, ол басып түседі дейді. Демек, бізге әу бастан ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп қадаматтап исламға кірген сәттен бастап, біз сондай жақсылыққа кенеледі екенбіз. Дүние және оның ішіндегі барлық нәрседен хайырлысы. Діннің негізгі тіректеріне тоқталатын болсақ, екіншісі намаз болатын болса, намаз оқыған адам бір күнде Алла субханаху ва тағала бізге 5 уақыт намазды бұйырып жатыр. Намаз оқыған адам күнәлардан арылып отырады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям есіктің алдында, біреудің есігінің алдында су ағып жатса, ол өзіңге күніге 5 рет шомылатын болса, денесінде кірі қала ма деді. Сонда сахабалар жоқ десті. Қалайша қалсын оның денесінде дегенде, пайғамбарымыз намазда сондай деді. Күнде 5 уақыт оқыған адам қалайша оның күнәсі қалсын дейді. Яғни күнәдан арылып отырады екенбіз. Ораза ұстаған кезде Алла субханаху ва тағала басқа құлшылықтары пендемнің өзі үшін, ал оразасы мен үшін дейді. Оның сыйын мен беремін дейді. Алла субханаху ва тағала бізге бұйырып, және оның сыйын берем деп отыр. Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде біздің сендерге берген мал мүліктен зекет беріңдер дейді. Өзгелер үшін садақа жасаңдар дейді. Қарасаңыз, өзің тауып, содан садақа бер деп жатқан жоқ. Біздің берген мал мүлкімізден дейді. Демек, тауып жатқан, маңдай теріммен, өзім еңбегіммен тауып жатырмын деген малдың өзін, сол мүліктің өзін Алла Тағала бізге беріп жатыр. Ол бермесе, біз оны иелене алмайтын едік. Демек, содан зекет бер деп жатыр. Зекет бергенде біздің есебіміз бойынша азаят. Алайда Алланың сүйікті елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям зекет бұл малды өндіреді, өсіреді дейді. Бір хадисінде бай болайын десең садақа бер дейді. Біздің есепке алып қарайтын болсақ, азаю керек еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бай болғың келсе садақа бер дейді. Аз-зака сөзінің өзі де бір мағынасы тазарту болатын болса, мал мүлікті тазарту болатын болса, енді бір мағынасы оның өніп өсуін білдіреді. Сол тұста да Алла субханаху ва тағала сол біздің берген бір тиынымызды 10 есеге көбейтемін дейді. 700 есеге дейін көбейтемін дейді. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала. Ал енді кімге қаласам сансыз да көбейтемін дейді. Демек Алла субханаху ва тағала
сол тұста да біздің беріп жатқан зекетіміздің өзінде де бізге есесімен қайтарып беретіндігін айтып жатыр. Және де ақыретте сол мал мүлкіміз мойнымызға жылан болып оралмайды, бәлкім амал дәптеріміз оң жағынан сауап болып жазылады екен. Егер де сол мал мүліктің де хаққысын беретін болсақ, сол мал мүліктің де зекетін беретін болсақ. Ал енді қажылыққа келетін болсақ, Алла субханаху ва тағала бізге қажылықты бұйырды. Ондағы орындалатын іс-әрекеттерді пайғамбарымыздан үйренеміз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қажылықтың қабыл болып қайтқан қажылық анадан жаңадан туылғандай күнәлардан арылады деді. Егер бір кісі қажылық жасайтын болса, толығымен ол жердегі көрсетілген іс-әрекеттерді орындап, арсыздықтан, пасықтықтан аулақ болып, ұрыс жанжалдан өзін тыйып, қажылығын өтеп қайтатын болса, оны қабыл болған қажылық деседі. Қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ал енді сыйлардың ең үлкені біздердің құлшылықтарымыздың, Алла тағала жаңа айттық, есесін сыйын айтты деп. Бірақ сол сыйлардың ішінде ең үлкеніне тоқталатын болсақ, ол Алланың мейіріміне бөлену екен. Алла тағаланың бізге бұйырған құлшылықтарын орындау барысында бөленетін сыйларымыздың ең үлкені Алланың мейіріміне бөлену. Алланың мейірімділігіне ие болу екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешбірің амалыңмен жәннатқа кіре алмайсың деді. Сонда уа Расулалла, сізде ма деп сұрады. Мен де деді. Алайда мені Аллах тағала өз мейіріміне бөлеп қойды. Алдын ала, яғни ол кісінің жәннаты екендігі айтылды. Енді қарайтын болсақ, олай болса не үшін құлшылық жасап жүрміз? Егер құлшылығымызбен кіре алмайтын болсақ деген сұрақ туындайды. Оған жауап ретінде ғұламаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тек қана Алланың мейірімімен деген сөзіне сүйене отыра, құлшылық жасаудағы мақсатымыз Алланың мейіріміне бөлену дейді. Себебі адам баласы амалымен кіретін болса, Бану Исраилдан болған бір адам 40 жыл дейді, бір риуаятта 80 жыл дейді. Яғни өмір бойы құлшылық етеді. Тек қана бір Аллаға құлшылық етіп, басқа ешқандай шаруамен айналыспай, тапқанын нәр етіп өзіне қоректеніп, тек құлшылықпен айналысады. Сол адамның мысалын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге түсіндіргенде, қияметтің күні алып келінді дейді. Сөйтіп Аллах тағала: ей пендем, мен сенен ризамын, менің мейіріміммен жәннатқа кір деп айтты дейді. Сонда әлгі адам: я Рабби, мен сенің әділдігіңмен кіргім келеді дейді. Бір риуаятта мен амалыммен кіргім келеді деп айтты дейді. Яғни өзгелердің барлығы да Алланың мейіріміне бөленіп кіріп бара жатыр ғой. Мен бір өмір амал еттім ғой, бір өмір құлшылық еттім ғой, басқа ештеңемен айналыспадым ғой. Әйтеуір тапқан көк алды, қорек еттім өзіме, сөйтіп тек құлшылықпен өттім. Мен неге көп қатары кіруім керек деген ойға батып, мен амалыммен кіргім келеді деп айтты дейді. Сонда Алла субханаху тағала амалының барлығын алдырып таразының бір шетіне қояды. Мен саған берген нығметтерімнің бірі көз нығметін алып келіңдер. Көз нығметін алып таразының екінші жағына қойған кезде көз нығметі басым түсті дейді. Сонда Алла субханаху тағала істеген амалдары жетпей жатыр. Амалының себебінен бұны тозаққа салыңдар деп бұйырады дейді. Оны тозаққа алып кетіп бара жатқан кезде әлгі пенде айқайлап: я Раббым, сенің мейіріміңмен деп жалбарынды дейді. Мейіріміңмен мені жәннатқа кіргізші деп. Яғни сонда Алла субханаху тағала тоқтатып, оны мейіріммен жәннатқа кіргізіңдер деп айтты дейді. Демек қарап отыратын болсақ, біздің істеп жатқан амалдарымыз да Аллаға құлшылық ету былай тұрсын, Алланың берген нығметтерінің есесін өтеудің өзіне жетпейді екен. Демек біздің жасап жатқан құлшылығымыз ақырет үшін де, жәннат үшін де ол жеткіліксіз. Дегенмен Аллах тағала бізді қуантып, сол амалдарымыздың есесіне
сый беріп жатыр, сый уәде етіп жатыр. Ал енді жаңа айтқанымыздай сыйлардың ішінде ең ұлысы ол Алланың мейіріміне бөлену екен ағайын. Ал енді амалымызға арқа сүйейтін болсақ, олай болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай әлгі хадистегі адамның кейпіне түсіп қаламыз. Сол үшін де амалдарымызды істеу барысында осы амалым мен Алланың мейіріміне бөленейінші, Алланың мейіріміне қияметтің күні өзінің мейірімімен жәннатқа кіргізіп жатқан кезде мен де сол Алла Тағаланың мейіріміне бөленейінші деген мақсатта істеуіміз керек екен. Алла субханаху ва тағала бізді жоқтан бар етті. Әрбір қимылдап жатқан буынымыздың барлығында Аллаға қарызбыз. Алып жатқан демімізде, шығарып жатқан тынысымызда да Аллаға мұқтажбыз. Солай мұқтаж болып тұрған, әрбір ісімізде Аллаға мұқтаж болып тұрсақ, Алланың өзі енді бір істі бұйыру барысында оның сауабын немесе оның есесін айтпай-ақ қойса да болар еді. Егер мына істі істесең сен жәннатқа кіресің, мына істесең тозаққа түсесің деп ескертпей-ақ қойса да болар еді. Бұйрығына құлдық деп, әміріне құлдық деп бас июге толықтай біз міндеттіміз. Не үшін олай болса Аллах Тағала бізге бұйрық беріп, және де оның есесінің, оның сыйының бар екендігін, ақыретте жәннат бар екендігін айтып жатыр. Себебі адам баласы әлсіз. Шындығында алып қарайтын болсақ, өмірдің өзінде де бір нәрседен қорыққан кезде бізге сол тоқтау болады. Ал бір нәрсеге ұмтылу барысында бізге сол күш, қуат береді. Соған ұмтыламыз, соған жетсек дейміз, сол жолында еңбек етеміз. Сол үшін де Аллах субханаху ва тағала жәннатпен тозақты қойды. Жәннатпен бізді сүйіншілеп жатса, тозағымен бізді қорқытып жатыр. Рабиа Адауия деген кісі өз әйел бола тұра кейде отырып күрсініп ашуға мінеді екен. Адамдардың барлығын қарасам, тек жәннат, тозақ деп құлшылық етуде. Тозақтан қорқып құлшылық еткен бір құлдың құлшылығына ұқсайды. Жәннатқа үміт етіп құлшылық еткен ол бір саудагер секілді. Алла үшін деп құлшылық ететін адамды таппай жатырмын деген екен. Шындығында алып қарайтын болсақ, ойланатын ақ сөз. Біз егер шын мәнінде Алланың ризалығына бөленіп, Алланың мейіріміне бөлену мақсатында құлшылық ететін болсақ, Алла Тағаланың өзі сол жәннатын бізге сыйлайды. Сол тозағынан сақтайды. Енді бұл пікірге қарсы келетіндер де жоқ емес. Себебі Құран кәрімде Алла Тағаланың пайғамбарларының өзі жәннатты сұрап жатыр емес па? Біздің пайғамбарымыздың өзі де жәннатты сұрады емес па дейді. Рас, сұрады. Себебі пайғамбарлар үнемі адамдарға үлгі болып келген. Ал енді үмметтің ішінде әр түрлі дәрежедегі адамдар болады. Енді бірі төменгі дәрежеде. Оны тек жәннатпен, тозақпен ғана қорқытасың. Енді бірі жоғарғы дәрежеде. Ол Алланы сүйе білген. Ол жәннат үшін де емес, ол тозақ үшін де емес, Алланы сүйген үшін, Алланың әмірлеріне құлдық етпек. Алланың бұйрықтарын сүйіп орындамақ. Сол үшін де Алла субханаху ва тағала бізді жәннатымен сүйіншілеп, тозағымен қорқытты. Себебі адамдардың арасында имани тұрғыдан дәрежелері әртүрлі адамдар бар. Алла субханаху ва тағала баршамыздың істеп жатқан құлшылықтарымыздың есесін, сыйын Алла субханаху ва тағаланың құзырына барғанда өзінен алуды нәсіп етсін. Алланың мейіріміне қауышуды баршамызға нәсіп етсін. Алланың мейіріміне бөленіп, Алла субханаху ва тағаланың нұрлы дидарын көруді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.